Қайырлы күн достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін өздеріңізге уақыттарыңызды үнемдейтін дәмді тамақтардың бірі, осындай пеште әзірленетін тауық еті мен көкөністер қосылған тамақ әзірлейміз. Достар, егер менің арнама тіркелмеген болсаңыз, подписаться батырмасын басып, тіркеле өтіңіз. Тамағымыздың жасалу жолына кірісейік. Алдымен картоптарымызды жақсылап жуамыз. Видеодағындай етіп ұзыншалап турап шығамыз. Қалауларынша осындай үйлеріңізде ирек пышақ болатын болса, сонымен турауға кеңес берем, сонда тамақтарыңыз әдемі, сүйкімді көрінеді. Егер болмаса, ол міндетті емес. Және оның үстінен пиязымызды жұқалап турап шығамыз. Үлкендеу ыдысқа саламыз. Мен жаңағы формама салып жатырмын, формам үлкендеу. Оның үстінен тауық еттерімізді саламыз, сұйық майымызды қосамыз, паприка қосамыз, құрғақ томат қосамыз. Егер құрғақ томат болмаса, сіздерде кетчуппен алмастырсаңыздар болады. Тұзымызды, сарымсағымызды, соя тұздығын қосамыз және майонезімізді қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Пешімізді қыздырамыз. Қызып тұрған пеште 180-200 градуста 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Бетінен фольга жабуды ұмытпаңыздар. Достар, барлық осы тағамға керек азық-түлікті осы видеоның астына описание бөліміне қалдырдым. Көріп тұрғандарыңыздай, мына тамағым 45-50 минутта толық пісті. Егер сіздердің беті ақ болып жатса, онда бетін ашық 10 минутқа тағы пештеріңізге салып алыңыздар. Сол кезде осылай әдемі болып қызарады. Мұнда көріп тұрғандарыңыздай, тамақтың өзінің шырынымен өте барлық көкөніс толық піскен. Достар, осымен біздің тамағымыз дайын. Енді жоғалтып алмас үшін, достар, подписаться батырмасын басып, тіркеле өтіңіздер. Сіздермен болған Меруерт Оңғарбай.